Сәлеметсіңдер ме, құрметті ұбт тапсыратын түлектер. ұбт-да математика пәнін таңдасаңдар, логарифмнан 4-5 есеп келеді. Және мен сенімен қазір бәстесемін, сен айтасың, логарифмді мен білмеймін, түсінбеймін, есептерін шығара алмаймын дейсің. Мен саған соны түсіндіруге тырысып көрем. Және біздің бәсіміздің нәтижесін видео сабақтың соңында білетін боламыз. Мына есептер арқылы, яғни ұбт-да келген есептер. Мен осы есептерді шығаруды үйретем, сен соңында өзің осы есептерді шығара алатын деңгейге жетесің. Егер де шығара алмайтын болсаң, түсінбей қалатын болсаң, онда маған бұл видеоға лайк баспайсың, каналға тіркелмейсің. Ал егер де үйреніп алатын болсаң, онда лайк басып, каналға тіркеліп, мені көп видеоларымды көріп жүретін боласың. Деп келісейік, ендеше кеттік. Логарифмнің анықтамасы. Лог деген сөз нені білдіреді? Бұл үш әріпті біз мына ұзақ нәрсені жазып отпай қысқарту үшін арналған. Астында бір сан болады, мысалы 2, үстінде бір сан жазылады 4. Бұны біз логарифм 2 негізіндегі 4 деп оқимыз. Бұның мағынасы қандай енді? 2-нің қанша рет өз-өзіне көбейтсем 4 шығады деген сұрақ бұл. 2 көбейту 2, 4. 2 рет өз-өзіне көбейтсем 4 шығады. Жауабы 2. Болды. Дәл солай логарифм 3 негізіндегі 27 нешеге тең десе, 3-ті неше рет өз-өзіне көбейтсем 27 шығады. 3, оған 3-ті көбейтем 9, оған 3-ті көбейтем 27. Демек 3 рет көбейту керек. Немесе 3-тің неше дәрежесі 27-ге тең болады десек, дұрыс болады. Өз-өзіне көбейту деген ол дәреже деген сөз. Енді логарифм бізде А негізіндегі Б деп әріппен жазып түсініп алайық. А-ның орнында бір сан болады, Б-ның орнында бір сан болады. А деп отқанымыз ол бір сан, және ол логарифмнің негізі деп аталады. Логарифмнің негізі осы жерде тұрған сан. Және Б ол логарифмнің саны. Логарифмнің саны. Осы бір санға тең болады С деген. С деген ол бір сан. А да, Б да олар бір сан. Жақсы. Енді біз түсінуіміз керек. А-ның орнында тұратын сан 0-ден үлкен болады. Оң сан болады. -1, -2 деген сандар А-ның орнында ешқашанда тұра алмайды. Б-ның орнында да дәл солай. Оң сан тұрады. Және А-ның орнында 1 деген сан тұра алмайды. Бұл үшеуі анықталу облысы. Анықталу облысы. Енді біз ондық натурал логарифмді бірінші айтып өткенбіз, одан қасиетті айтаткенбіз ғой. Ондық логарифм деген лог демейді, LG дейді. LG 100 дей салады мысалы. Астында бір сан жазуымыз керек еді, санды жазбайды. Ол 10 деген сан бар деген сөз ғой. Түсінің ба? LG десе, астында 10 бар деген сөз. Енді 10-ның қанша дәрежесі 100 болады? 2 дәрежесі. LG 100 2-ге тең деген сөз. LG 1000 десе, онда ол бізде қаншаға тең болады? 10-ның қанша дәрежесі 1000? 3 дәрежесі деп айтады екенбіз. Натурал бұл ондық логарифм. Ал натурал логарифм деген не? Ол LG демейді. LN дейді. LN. Осы не десендер, бұл логарифм Е негізіндегі деген сөз. Мысалы, LN Е-нің квадраты неге тең десе, сен түсінуің керексің, логарифм Е негізі деген сөз, LN деген Е-нің квадраты. Енді өзіңе сұрақ қоясың, Е-нің қанша дәрежесі Е-нің квадратына тең болады? 2 дәрежесі. Енді көптен күткен логарифмнің қасиеттері. Бірінші қасиеті. А деген бір санның дәрежесінде логарифм А негізіндегі Б келеді. Сол кезде не болады десе, мына А мен логарифм А негізі қысқаратта, мына Б астына түседі. Тең Б-ға болады. Мысалға айтатын болсақ, 3-тің логарифм 3 негізіндегі 27 дәрежесінде тұр. Осы жерде мына 3 пен логарифм 3 негізі қысқаратта 27 астына түседі. Тең 27-ге. Немесе
түсінсек болады. Логарифм 3 негізіндегі 27, 3-тің қанша дәрежесі? 27. 3 дәрежесі. Кубқа тең ғой мынау, 3-ке тең жалпы. 3-тің 3 дәрежесі шынымен де 27 ма? Иә. Яғни біз түсініп алуымыз керек, бір сан келсе, соның дәрежесінде, үстінде логарифм тура сол сан негізімен келсе, олар қысқарып кетеді. Және мына b-ның орнында тұрған сан астына түсе қалады деп түсініп алуымыз керек. Мысалға, бір любой сандайтындар 176. Осының логарифм 176 негізіндегі, енді нерде любой бір сан тұрады. Мысалы, 400 дейсілайық. Осылай келетін болса, 176 мен логарифм 176 негізі қысқарады да, мына 400 астына түсет болды. Осыған тең болады. Бірінші қасиетті біз осылай жақсылап түсініп алдық деп ойлаймын. Неге мен мына жерде 176 деген санды мысалға алып отырмын? Осы видео 176 лайк жинаса, онда мен логарифм теңсіздіктер туралы бүгін айтпаймыз, теңсіздіктерге байланысты видео сабақ шығаратын боламын. Комментарийға соны маған ескерту ретінде жазып кетіңдер. Әркім лайк басып кетсін айтпақшы. Енді екінші қасиетке кеттік. Екінші қасиет мынандай. Логарифм а негізді а. Яғни негізбен саны бірдей болып қалса, онда аның қандай дәрежесі аға тең десе, бір дәрежесі, яғни кез келген санның бір дәрежесі өзіне тең. Болды, екінші қасиет осы. Яғни логарифм мысалы 7 негіздегі 7 неге тең десе, 1-ге тең дейміз. Логарифм мысалы 2026 негізіндегі 2026 неге тең десе, 1-ге тең деп айтамыз. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді үшінші қасиет. Логарифм а негізіндегі 1. Осы неге тең десе, яғни v-ның орнында 1 деген сан келсе, қандай санның, любой бір санның 0 дәрежесі 1-ге тең дегенді еске түсіруіміз керек. Дәреженің қасиеті бар. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Яғни логарифм а негізіндегі 1 ол 0-ге тең деген үшінші қасиет шығады. Мысал айтайық, логарифм любой бір сандайтындар, мысалы 4. 4 негізіндегі 1 неге тең десе, 4-тің 0 дәрежесі 1-ге тең. Болды. Мысалы логарифм 20,559-дің негізіндегі 1 неге тең десе, бұның қанша дәрежесі 1-ге тең? 0 дәрежесі. Любой, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Осы нәрселерді түсініп алсақ, төртінші қасиетке барайық. Ол қасиет өте көп кездеседі есеп шығаруда. Логарифм а негізіндегі б қосу логарифм а негізіндегі с тең. Қараңдар. Логарифмдер бірдей негізбен келіп жатыр. А негізді. Б, С деген басқа сандар. Әртүрлі сандар. Осылай қосылып келген болса, онда екі логарифмді бір логарифмге алып, логарифм а негізінде деп бір негіздің астына алып, б мен с-ны көбейте саламыз. Қосу болса көбейтеміз, азайту болса бөлеміз. Ол уже 5-ші қасиеті болады қазір. Мысал айтайық. Логарифм мысалы 2 негізіндегі 16 қосылған логарифм 3 негізіндегі 9. 3 негізіндегі 9 деген қалай еді? 2 негізіндегі мысалы 8 дейік. Яғни негіздері бірдей, логарифм 2 негізі. Логарифм 2 негізді деп бір негізге аламыз да 16 мен 8-ді көбейтеміз. Енді ол үлкен сан шығады. 64-ке көбейтсек 128 болады. 128. Енді бұл сұрақ, 2-ның қанша дәрежесі 128-ге тең? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 7-ші дәрежесі. Яғни жауап 7. Шынымен сондай ма? Логарифм 2 негізінде 16, 2-ның 4 дәрежесі 16, нау 4-ке тең. Логарифм 2 негізінде 8, 3-ке тең. Екеуін қоссақ 7 шыға ма? Иә, шығады екен. Яғни қасиет шынымен де дұрыс. Түсіндіңдер деп ойлаймын, қалай қолдануға болатын. Енді бізде 5-ші қасиет. Логарифм а негізіндегі б азайту логарифм а негізіндегі с. Ойбай деп айтатын қасиет емес, мынаның брачкасы, 4-ші қасиеттің. Егер де
негіздері бірдей болып келсе және олар азайтылса, онда бір негізге аламыз да b мен с-ны көбейтпейміз, енді бөлеміз. Қосу болса көбейттік, азайту болса бөлдік. Бұған мысал ретінде айтсақ, логарифм мысалы 5 негізіндегі 125 азайту логарифм 5 негізіндегі 5 дей салайық. Логарифм 5 негізіндегі неге тең болады? 125-ті 5-ке бөлеміз, онда 25 шығады. Енді бұл неге тең десе, 5-тің квадраты 25, 2-ке тең болады екен. Шынымен де 5-тің қанша дәрежесі 125? 3 дәрежесі. Қанша 5-тің логарифм 5 негізіндегі 5 деген ол 1-ге тең. Екеуін азайтсақ 2 шыға ма? Яғни есеп дұрыс екен. Логарифм қасиеттерін жалғастырмас бұрын біз Әрсен деген менің оқушым туралы айтып өтейік. Яғни менің математикадан ұбт-ға дайындайтын онлайн курсым бар. Осы Әрсен сол курсқа қатысып математикадан 50-ден 50 балл жинаған екен, матсауырлықтан 10-нан 9. Және басқа пәндерден де қатысып грантқа түскен. Осы Әрсеннің курс туралы видеосы бар, соны қарап шық, егер сен ұбт-тан нәтижеңді срочно көтеру керек болып жатса. Сәлем достар, менің есімім Амангелді Әрсен. Мен осы 2020 жылғы нағыз ұбт-та математикадан 50-ден 50 балл жинаған даму онлайн түлегімін. Мен осы курсқа қатыспай тұрып, математикадан мүлде қиналатынмын, пробнилардан 10 балл жинап жүретінмін, геометрия, логарифм, тригонометрия деген тақырыптарды мүлде қақпайтынмын. Қазір курсқа қатысқаннан бері мен ол тақырыптардың бәрін толық меңгердім. Оның оңай жолдары қалай оңай шығару керек, жолдардың бәрін үйрендім. Одан бұрын мен қиын жолдармен шығарамай жүретінмін. Курстың методикасы өте жоғары деңгейде, кураторлардың қатаң қадағалауы, видео сабақтар, тікелей эфирлер, нұсқаулар өте жоғары деңгейде болатын. Соның арқасында мен 10 балдан 50 балға дейін балымды көтердім, және де 140 балдан 119 балл жинадым. Мен осы курсқа басқа да пәндерден қатыстым, олар физика, қазақстан тарих және мат сауаттылығы. Осы пәндерден де мен өзім нәтижем жоғары деңгейге дейін көтердім. Оған ағайлардың сабақ түсіндіру методикасы және кураторлардың қатаң қадағалауы ықпал етті. Сөйтіп мен нағыз ұбт-та 140 балдан 119 балл алып, қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде математика мұғалімдерін даярлау мамандығына грантқа түстім. Сол себепті даму онлайн курсына алғысымды айтқым келеді. Егер де математика таңдап отырсаңдар, осы курсты сендерге ұсынамын. Мінекей оқушылар, осы Әрсен сияқты сендер де математикадан 50-ден 50 балл алып грантқа түскілерің келсе, менің курсыма шақырамын. Курс туралы білу үшін 8700-250-92 нөміріне WhatsApp-қа жаза аласыңдар, немесе астындағы сілтемеге өтіп WhatsApp-қа жаза аласыңдар. Және ұмытпаңдар, YouTube-танмын деп жазып, курсқа арнайы скидканы ала аласыңдар. Ендеше біз қасиеттерімізді ары қарай жалғастырайық. Логарифмнің 6-шы қасиеті ғой деймін. Біз 5 қасиетін айттық. 6-шы қасиеті. Логарифм А негізіндегі Б. Кейде есеп шығарып отқан кезде осы А мен Б-ның орнын ауыстыруға тура келеді. Сол қажет болады бізге. Бұлардың орындарын ауыстырып жіберуге болады. Бір бөлінген деп логарифм В негізіндегі А деп міне ауыстыра береміз. Мысал айтайық. Мысалға логарифм 3 негізіндегі 4 қосылған бір бөлінген логарифм мысалы 5 негізіндегі 3. Мыналарды мен қосып жібере алам деп айтайын десем, қосамай жатырмын. Енді не істеймін десем, мына екіншіні тура формуланы біз оң жақтан сол жаққа да пайдалана береміз ғой. Логарифм 3 негізіндегі 4 деп қосу деймін да. Логарифм, яғни 5 пен 3-тің орнын ауыстырып, мынаны төбеге шығарып жіберемін. 3 негізіндегі 5 деп. Тең, сол кезде логарифм 3 негізіндегі 4 пен 5 көбейтіледі да 20 болады. Енді 3-тің қанша дәрежесі 20-ға тең десе, 2 дәрежесі 9, 3 дәрежесі 27. Демек, бұл осылай қала береді болды. Бұны бір санға тең деп жазбаймыз, осылай қала береді. Мысал ретінде түсіндірдім, қасиетті қалай қолдану керек екен. Енді 7-ші бізде қасиеті. Логарифм А негізіндегі Б болса, мен бір жаңа негізге көшкім келеді. Яғни логарифм С негізіндегі В, логарифм
с негізіндегі а деген. Яғни с деген бір санға көшкім келеді. А деген негіз мені қанағаттандырмайды. Бұның өзіне көшейін десем, ол да мені қызық емес болып тұр. Сол үшін осылай с деген вообще басқа санға, оны ойлап таба салам өзім. Көшіп кете берем. Мысал айтайық, логарифм мысалы 20 негізіндегі 64 астында логарифм 20 негізіндегі 4 дейді. Осы неге тең болады деп сұрауы мүмкін мысалы. Осы қасиетпен шығарамыз. Оң жағындағы нәрсені беріп қойған, сол жаққа айналдыруымыз керек. С-ның орнында 20 тұр, 64 Б-ның орнында тұр, ал мына А-ның орнында 4 тұр. Демек, сол жаққа қарай 20-ны алып тастап, логарифм деп, астына 4-ті, үстіне 64-ті жаза саламыз. Осыған тең болады. Яғни 20-ны вообще сызып тастаймыз. 4-тің қанша дәрежесі 64 десе, 4-4-ке көбейтсем 16, тағы 4-ке көбейтсем 64. Яғни 3 рет. 3 дәрежесі 64-ке тең. Бұның жауабы 3 болады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі 8-ші қасиетіне кеттік. Яғни логарифм А негізіндегі Б-ның n дәрежесі болсын. Бұл жерде біз мына жерде А-ның К дәрежесі болсын. n-ді алдынан түсіреміз, К-ны астынан түсіреміз. Яғни n бөлінген К логарифм А негізіндегі В. Яғни дәрежелерді лақтыру деген қасиет бізде мына n мен К-ны біреуін үстінен, біреуін астынан лақтырамыз. Осыған тең болады. Мысал айтатын болсақ, логарифм 2-ның квадраты мына жақта 16-ның мысалы 8 дәрежесі дейік. Осыны шығару үшін 8-ді үстінен лақтырамыз, 2-ні астынан лақтырамыз. 8 бөлінген 2 болып келеді. Логарифм 2 негізіндегі 16. Мына жерден 4 шығады. 2-ның қанша дәрежесі 16? 4 дәрежесі. 4 көбейту 4, 16 деген жауап шығады екен. Болды. Енді осы қасиеттен келіп шығатын тағы бізде 2 қасиет бар. Яғни 8-ші қасиеттен шығады. 9-ші қасиет ол логарифм А негізіндегі Б-ның n дәрежесі дейді мысалы. Мына жерде А-ның 1 дәрежесі бар. n үстінен келеді, онда болды. n үстінен келді, логарифм А негізіндегі Б. Астында А-ның 1 дәрежесі болғандықтан К бөлініп келген жоқ. 8-ші қасиеттің 9-ші қасиет братишкасы былайша айтқанда. Мысалы айтатын болсақ, логарифм 3 негізіндегі 9-дың мысалы кубы. Мына 3 алдына кеп түседі. 3 көбейтілген логарифм 3 негізіндегі 9. Енді мына 3 негізіндегі 9 деген 2-ке тең. 3-ті көбейтеміз 2-ке, онда бұл 6-ға тең болады деген сөз. Дәл осылай бізде 10-ші қасиет. Енді логарифм А-ның дәрежесінде К бар, ал Б-ның дәрежесінде мысалы ештеңе жоқ. Онда 1 алдынан кеп түседі, ал К астынан кеп түседі. Сонда 1 бөлінген К логарифм А негізіндегі В. Осындай қасиеті бар. Яғни, мысал айтатын болсақ, логарифм 4-тің кубы мына жақта 16. Онда 3 астынан кеп түседі да, 16-ның 1 дәрежесі бар, ол үстінен кеп түседі. 3-тен 1 логарифм 4 негізіндегі 16. Енді бұны біз жазатын болсақ, мынау 2-ке тең, сонда 3-тен 2 деген жауапқа тең болады деген сөз. Яғни біз 10-ші қасиетті де дұрыстап түсініп алдық деген ойдамын. Енді басында айтқан есептерді шығара аласың ба көрейік. Логарифм 2 негізіндегі 6х минус 10 тең 5. 2-ның 5 дәрежесі, яғни қанша? 32. Сол осыған тең ғой. 6х минус 10 тең 32. 10-ды 32-ке қосамыз, 6х тең 42. Х тең болады. 42-ні 6-ға бөлсек 7-ге. Бірінші есеп шықты. Екінші есеп 5-тің кубы қанша? 125.
Сонда 6x қосылған 5 тең 125. Енді 6x тең болады 125-тен 5-ті азайтсақ 120, x тең болады 12-ні 6-ға бөлсек 2, нөлі бар 20. Яғни есептеріміз күшті шығып жатыр. Үшінші есепті мен мында жазайын. Логарифм 5 негізіндегі. Егер негіздері бірдей болып келсе, олар қысқарып кетеді теңдеуде. Сөйтіп, тек қана 12 минус x деген қалады. Оң жақта тек 7 қалады. X оң жаққа шығарам, x тең 7-ні 12-ден азайтам 5. X 5-ке тең. Енді төртінші есеп. Логарифм 7 негіздегілер қысқаратта 4 минус x қалады. Ал оң жақта бірақ плюс 1 бар екен, масқара. Онда қысқартпаймыз, қоя тұрамыз. Мына 1-ді біз логарифм 7 негізбен араласу үшін логарифм арқылы жазуымыз керек. Қалай жазамыз? Логарифм 7 негіздегі мынаны көшіп жазып алайық. 4 минус x қосылған 1-ді логарифм 7 негізде жазуымыз керек. 7 негіздегі қанша 1-ге тең? 7. 7-дің 1 дәрежесі 7. Сонда логарифм 7 негіздегі 4 минус x, мен айқа қояды ұмыт кетіппін ғой. Тұрып алайын. 7 негіздегі 4 минус x тең логарифм 7 негіздегі. Енді мынау бағана қасиет. 7 негіз бірдей негізбен келсе логарифмдар 4 минус x пен 7-ні көбейтеміз. Қай қасиет еді ол? Төртінші қасиет. Төртінші қасиетті біз көп қолданатынымыз көріп отырық. Сонымен логарифм 7 негіздегілер қысқаратта 4 минус x қалады. Ал оң жақта 7-ні 4-ке көбейтейік, жақшаны 1-ден ашып тастайық. 28 минус 7x. 7x-ті x-ке апарып қоссақ азайтылып 6x. 28-ден 4-ті азайтсақ 24. X тең 24-ті 6-ға бөлсек 4 шығады. Жауабымыз 4. Бірақ осы жауапты белгілеп қойып жүрмеңдер. Бұл кірмейді жауапқа. Не үшін? Себебі мынау анықталу облысы бойынша мына жерде тұрған сан 4 минус x 0-ден үлкен сан болу керек. 4-ті орнына апарып қойсақ 4 минус 4 0 шығады мына жерден. 0-ге тең сан шығуға болмайды. Демек жауап 4. Бұл есептің шешімі жоқ. Төртінші есептің шешімі жоқ. Жауаптан шешім жоқ деген жауапты белгілейсің. Енді 5-ші мысал. 2-ның логарифм 4 негізіндегі осындай деп кепті. Мына жақта 4 тұр. Онда бүйтейік. 2-ның көшіріп жазып алайық. Ал оң жақта 4-ті 2-ның квадраты деп жазайық. Сонда негіздері бірдей 2 қысқарып кетеді да, логарифм 4 негізіндегі 3x қосылған 7 тең 2-ге. Мынаны шығара аламыз. 4-тің квадратын алу керек. 3x қосылған 7 тең 16. 3x тең 16-тан 7-ні азайтсақ 9, x тең 3-ке. Мына жерден орнына 3-ті апарып қойсақ 0-ден үлкен сан шығады. Демек, есеп дұрыс деген сөз. Жауап дұрыс. 6-шы есеп енді. Соңғы есеп. 6-шы есепте 9-дың логарифм 3 негізіндегі x дәрежесі тең 36-ға. Мына жерде біз 3 пен 9 бірдей санға келу үшін 3-ті квадраттап жіберем және x-ті да квадраттайым. Яғни логарифмнің негізін квадраттадым ба, және тұрған саны x, оны да квадраттау керек. Сонда 9 пен 9 бірдей болып мына жерде қысқарады. Бірінші қасиетіміз бойынша. Мінекей. Сөйтіп не болады деген кезде x квадрат астына түседі. Тең 36-ға. X осы жерде тең болады 6-ға. Минус 6 деген жауапты алмайым, себебі x 0-ден үлкен сан болу керек. Болды. 6 есепте шығардық. Бәсте мен жеңген болсам, яғни сен түсінсең мен жеңдім. Онда сен лайк басып парақшаға тіркелуге тиіссің. Және осы қасиеттерді түсініп жаттап алуға міндеттісің, сол сенің жұмысың. Ендеше келесі видеода кездескенше сау болыңдар.